Бұл тиындар. Яғни сыйымдар күмістен жасалмады. Біздің аяру зергерлік бұйымдар, көптеген зергерлік бұйымдар бар. Яғни білесің бе, зергерлік бұйымдар неден жасалмады? Алтындан, күмістен, тастан. Алтыннан, күмістен, тастан дұрыс айтасың аяру. Яғни зергерлік бұйымдарды кім жасайды? Зергер жасайды. Дұрыс айтасың. Біздің бөбекжайымызда зергерлік бұйымдарына арналған мұражайға барайық. Зергерлік бұйымдарды арнайы шебер адамдар жасайды. Оларды зергер дейді. Зергерлер алтын, күміс сияқты жарқыраған металдардан әдемі әшекейлер жасайды. Ертеде адамдар табиғаттан түрлі тастарды, сүйектерді тауып, олардан әшекей жасаған. Кейін олар алтын мен күміс тауып, одан да әдемі бұйымдар жасай бастады. Кейде әшекейлерге түрлі тастар қосады. Олар бұйымды одан да әдемі етеді. Зергер бұйым жасау үшін алдымен күмісті алады. Оны қыздырып жұмсартады. Қалаған пішінге келтіреді. Мысалы, сақина, сырға, білезік. Соңында жылтыратып әдемілейді. Зергер екі күмісті қалай қосатынын бізге көрсетті. Күміс жай ғана жабысып қоя салмайды, оны арнайы әдіспен қосады. Қалай қосады? Бірінші, күмісті екі бөлігін бір-біріне жақын қояды. Екінші, арнайы ұсақ күміс қоспа қосады. Отпен қыздырады. Күміс еріп, екі бөлігі бір-біріне жабысып қалады. Сонда ол бір бүтін әдемі бұйымға айналады. Зергер шебер бізге көп мағлұматтар беріп, зергерлік өнердің қыр-сырын көрсетті. Біз оның еңбегіне таң қалып, көп нәрсе үйрендік. Осындай шеберлеріміз көбейе берсін. Біз күмістің жердің астынан алатынын, оны зергер қалай өңдеп әдемі бұйымға айналдыратынын және зергерлік бұйымдарды әдемілік үшін тағатынын айта кеттік. Осындай әдемі бұйымдар осы күмістен жасалынған. Біз зерттеуге барған кезде зергер шебердің жұмысын көрдік. Бұл әшекейлерді ол өз қолымен жасаған. Қарасаң көз тоймайды, өте әдемі. Қорыта келе, қазақ халқының зергерлік бұйымдарының өте әдемі екеніне көзіміз жетті. Олардың әрбір әшекейі ұлттық нақышқа толы. Қайғаш аяру, бұл не? Сырға. Бұл не? Езі. Бұл не? Сақина. Өте жақсы. Зергер саған аяру. Арнайы саған сырға жасап әкелді. Мен саған сыйға тартамын сырғаны. Сен білесің бе, аяру, зергерлік бұйымдар не үшін тағады? Әдемі болуш. Саған ұнайды ма зергерлік бұйымдар? Әдемі ұнайды.